Қымбатты оқушылар, эссе кіріспесін жазу тәртібіне тоқталайық. Филология ғылымдарының докторы Ұлан Еркінбайдың ғылыми жұмысына тоқталамын. Жұмыстың мазмұны 6 бөліктен тұрады. Эссе кіріспесін жазу тәртібі. Кіріспе эссенің құрылымдық элементі ретінде жазу мақсаты мен мазмұны мен құрылымы. Алғы сөз кіріспенің құрылымдық элементі ретінде оның маңызы. Эссе тақырыбының өзектілігі міндетті элемент ретінде. Эссенің негізгі тезисін құрастыру. Эссенің кіріспесін жазу барысындағы негізгі қателіктерге талдау жасау. Ал мына тұста әрбір сөздің мағынасын ашып кеткен алғы сөз, клише, дәйек сөз, өзектілік, эссенің тезисі, тірек сөз. Қажет болған жағдайда стопқа қойып мағынасын оқып алыңдар. Ал енді екінші дәрісте біз эссені жазудың төмендегідей жайттары туралы сөз ететін боламыз. Мысалы, бірінші аргументті эссенің құрылымдық элементі ретінде кіріспені жазудың мақсаттарын айқындап алайық. Кіріспе эссенің құрылымдық элементі ретінде жазылу мақсаты, оның мазмұны мен құрылымы. Кез келген автор үшін эссенің кіріспесін жазу қиынның қиыны. Неден бастарын білмей қиналады. Ең тиімді әрі сенімді әдіс тәсіл авторедакциялау. Эссенің мәтінімен жұмыс жасау бастаған сәттен бастап мәтіндегі сөздерге түзетулер, өзгертулер ендіру, сөздерді алмастыру үдерісі болып табылады. Эссені жазатын кезде оның мәтінін өз бетінше ізденіп дайындаған дұрыс. Интернет желісінен дайын нәрсені көшіріп алған болмайды. Сонымен кіріспені жазуға үйрету техникасы дегеніміз оқушыларды мәтіннің осы бір құрылымдық элементін мазмұны мен құрылымы бойынша талаптарға сай жазуға үйрету. Мына кестенің құрылымына көңіл аударайық. Мысалы, сөйлемдер. Бірінші, кіріспе эссенің құрылымдық элементі ретінде жазылу мақсаты, оның мазмұны мен құрылымы. Мақсаты. Кіріспе эссенің құрылымдық элементі ретінде жазылу мақсаты, оның мазмұны мен құрылымы. Қызметі. Оқырманның назарын аудару керек біріншіден, тақырыптың өзектілігін анықтау керек, мәтіннің байланыстылығын қамтамасыз ету керек. Сол кезде эссенің мазмұны өз мәресіне дұрыс жетеді деген ойдамын. Бұл сызбадан мынадай қорытынды шығаруға болады. Бірінші, кіріспе ақпаратты енгізу үшін қатаң тәртіпке бағынады. Екінші, кіріспе бір немесе екі сөйлемнен ғана тұрмауы керек. Әйтпесе өзінің мақсатына жете алмайды. Оқырманға, сарапшыға эссенің болашақ мазмұнымен танысуға мүмкіндік бермейді. Үшінші, кіріспе бағалаудың маңызды критерийлерінің бірі тақырыптың ашылуы. Кіріспеде эссенің негізгі бөлімінде не туралы айтылатыны нақты айтылу керек. Эссенің бөлімдерінің сәйкестігі, мазмұны жағынан бір-біріне сәйкес болу керек. Кіріспе мен қорытындының көлемі салыстырмалы түрде бірдей болуы керек. Төртінші, кіріспе элементтерінің қозғалысы, алғы сөз, өту, дефиниция, тезис, оның тілде көрініс беруі, эссе мәтінінің маңызды қасиеттерін, айталық байланыстылығын қамтамасыз етеді. Кіріспенің құрылымдық бөлігі алғы сөз. Кіріспенің алғашқы құрылымдық элементтерінен алғы сөзден бастайық. Себебі бастау қашанда қиын. Алғы сөздің маңызы қандай? Алғы сөз оқырманды мәтіннің тақырыбын біртіндеп түсінуге, сол арқылы біріншіден мәтіннің қозғалыс ритміне қол жеткізуге, екіншіден мәтіннің логикалық қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Ортақ идеядан жекеге қарай қозғалу. Белгілі бір сөздер мен сөздерге
қолдану жалпылаумен байланысты. Кез келген адам, кез келген студент біледі. Адамзат баласы о бастан біледі. Тағы басқа. Менің ойымша, эссенің авторы өзі үшін мәтіннің келешегін жақсылап ойластырып алу керек. Мен бұл тақырыпты жайдан жай таңдаған жоқпын. Мен бұл көзқарасты мақұлдай қоймаймын. Бұл сөз мені біршама ойландырып тастады. Мәселені шешуге деген стандартты емес тәсілге таңданысымды жасыра алмаймын. Мен үшін бұл фраза терең түйсінуге түрткі болып тұр. Тағы басқа. Мұндай клише сөздер мен сөз тіркестері тақырыпты таңдауға кірісуге сөз септігін тигізеді. Әрі қарай оны автор эссенің тақырыбына қатысты идеялармен толықтыра жөнеледі. Эссенің тақырыбының өзектілігі мен міндеті элемент ретінде. Өзектілігі, яғни эссе тақырыбының өзектілігін сипаттау кіріспенің маңызды элементі болып табылады. Бұл арқылы автордың эссе тақырыбын талқылауға қаншалық деңгейде дайын екендігін көруге болады. Эссемен жұмысты мүлде басқаша бастау керек. Басты мәселені не сұрақты алға қойып алған жөн. Жоғарыдағы сұрақтардың ретіне назар аударыңыз. Еркіндік туралы түсінік пен біліммен жалпы қоғамға қарай. Бұл кез келген мәтіннің логикалық құрылымы. Автор өзінің жеке тұлғалық сезімдеріне тұйықталып қалмағаны дұрыс. Мәтінмен жұмыс жасаудың ең тиімді тәсілдерінің бірі талқылау, сұхбаттасу, тіпті қателерге талдау жасау болуы мүмкін. Мақаланы немесе кітапты оқу, фильмді көру. Автор миын жұмыс жасату үшін бір шабыт алуы керек. Мәтін мида дайын, аяқталған түрде пайда бола алмайды. Еркіндік адамның немесе жеке ұлттың, халықтың өз мүдделері мен мүмкіндіктеріне сай әрекет етіп, өз қалауын жүзеге асыруы. Эссе мәтінмен жұмыс жасау барысында сөздікпен белсенді түрде жұмыс жасау керек. Эссе тақырыбының өзектілігін ашу үшін дәлелдемелердің белгілі бір құрылымын, өзектіліктің негіздемелік логикасын, жалпыдан жекеге қарай идеясын қолдану керек. Тақырыптың өзектілігін анықтау үшін түрлі тілдік формулалар қолданыла алады. Эссенің тақырыбы өзекті себебі, осылайша тақырыптың өзектілігін түсіндіруге, айқындауға болады. Бұл құбылыстың себептері мен салдарына талдау жасау маңызды. Себебі, неге бүгінде оның өзектілігі жоғары деген сұрақтарды қойып бастауға болады. Міне осылайша таңдау құқығы автордың өзінде екен. Сонымен қатар өзектілікті мәселені шешу жолдары эссенің негізгі тезисі болып табылады. Тезис кіріспенің құрылымдық элементі, мәселені бағалаудың маңызды элементі. Себебі қалыптастырылған тезис эссені мазмұны жағынан, яғни тезистің негізгі бөлімінің мәтінмен сәйкестігін бағалауға мүмкіндік береді. Эссенің кіріспесін жазу барысында жіберілетін негізгі қателіктерге талдау жасайық. Бірінші, кіріспе құрылымға сай жазылу керек, яғни сөзден эссенің тақырыбына қарай өту, эссе тақырыбының өзектілігін анықтау, эссенің негізгі тезисін анықтау көпір. Осы құрамдағы сақтау қатаң талап болу керек. Құрылымынан ауытқу, еркін тұжырымдар жасауды әдетке айналдыру қате деп танылу керек. Жұмыстың қорытынды нәтижесіне қол жеткізу мәтіннің қолжазбасымен жұмыс жасаудың аяқталғанын
білдіреді. Сыни талдаудың басты нысанасы идеялық деңгейі ғана емес, эссенің мазмұнын жеткізудің тілдік формасы болуы шарт. Міне осы қателіктерді жіберіп алмау керек.